Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Анварбеков Ақжол Темірбайұлы, Ақтөбе қаласы нөмір 36 қазақ орта мектебінің информатика пәні мұғалімі. Балалар, өткен тақырыпты қайталау мақсатында сіздерге қайталау сұрақтары қойылады. Scratch программалау ортасында қанша блок түрі бар? Келесі. Scratch файлының кеңейтілімі. Келесі. Scratch программасының терезесі неше бөліктен тұрады? Және соңғы сұрағымыз, анимация дегеніміз не? Балалар, сұрақтарымызға жауап беріп болсақ, жаңа сабағымызға көшейік. Балалар, алдарыңызда көрсетілген суреттердің бір-бірімен байланысы қандай? Яғни, біздер бұл жерде құжаттар және принтер көріп тұрмыз. Яғни ол дегеніміз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжатты баспаға шығаруға дайындау. Оқу мақсаттары: құжатты баспаға дайындау, парақ өлшемдерін өзгерту, бет өлшемдерін қою, алдын ала көру және тағы басқалары. Құжатты баспаға дайындау қадамдары келесідей: парақ параметрлері, беттің орналасуы, шекара қою, жиектер қою, баспаға жіберу. Келесі оқушылар, практикалық тапсырманы орындауға көшейік. Бірінші, ғаламтордан информатика ғылымы тақырыбында мәлімет қарастырамыз. Екінші, жоба тақырыбы, шыққан күні және мекен жайы, редактордың аты жөні болуы тиіс. Үшінші, мәтін атаулары, суреттер, дәйек сөздер болуы қажет. Төртінші, жоба беттерін алдын ала қарап, қағазға басып шығарыңдар. Яғни, жобамызды дайындап болған соң, оны қағаз бетіне басып шығарамыз. Ескерту: парақ параметрі, альбомдық бет, мәтін қарпі, Times New Roman. Құжатты баспаға дайындау тәсілдері. Файл бөліміндегі печать батырмасына басқан кезде алдын ала көру беті автоматты түрде ашылады. Алдын ала көру бетінің астындағы нұсқаларға басыңыз, немесе сіз айналдыру жолақтарын қолдана аласыз. Сіз алдын ала көрудің үлкеюін реттеу үшін масштабтап көруді қолдана аласыз. Масштаб батырмасына басу арқылы беттің толық өлшеміне келесіз. Мұнда қазір қолданылып жатқан принтерді көрсетеді. Бұл мәзірді бассаңыз, басқа да қол жетімді принтерлерді көре аласыз. Принтердің ерекшеліктерін өзгерту үшін принтер мәзіріндегі свойства принтеріні басыңыз. Бұл мәзірлер қазір істеген өзгерістерді әрі параметрлер мен суреттеулер жағдайын көрсетеді. Мысалы, мұнда обычные поля таңдалғанын байқап тұрмыз. Сіз өз құжатыңыздың бетіне бір өзгерістер енгізсеңіз, алдын ала көру бетінде ол автоматты түрде көрінеді. Сіз барлық құжатты бірден немесе құжатыңыздың жартысын басып шығара аласыз. Напечатать все страницы бөлімін таңдасаңыз, бұл барлық құжатты баспадан басып шығарады. Напечатать выделенный фрагмент бөлімі құжаттың таңдалған бөліктерін ғана басып шығарады. Қазір бұл бөлім басылмайды, себебі мәтін таңдалған жоқ. Напечатать текущую страницу бөлімі ағымдағы бетті ғана басып шығарады. Напечатать настраиваемый диапазон бөліміне бассаңыз, автоматты түрде басып шығару керек беттер нөмірін жазатын алаңға жібереді және сол белгіленген керекті беттерді басып шығарады.
бет нөмірін немесе беттер аралығын үтір арқылы жазыңыз. Егер принтер қағаздың екі жағына да автоматты түрде басып шығармаса, сіз оны қолмен жасай аласыз. Ол үшін бірінші құжаттың тақ беттерін, кейін қағаздарды аударып, жұп беттерін басып шығарсаңыз болады. Құжаттың бір емес бірнеше данасын шығарғыңыз келсе, печать батырмасының қасынан шығаруға тиісті дана санын таңдаңыз. Өзгертулерді енгізуді аяқтағаннан кейін печать батырмасын басыңыз. Практикалық тапсырмамызды орындауға көшейік. Ол үшін Microsoft Word программасын ашатын боламыз. Беттің параметрі альбомдық, яғни макет. Ориентацияға барамыз. Осы жерден альбомная, яғни альбомдық түрін таңдаймыз. Келесі бізде тақырыбымызды жазатын боламыз. Информатика ғылымы. Бізде мәтіннің қарпі Times New Roman таңдап аламыз. Тақырыбымызды ортаға қарай жылжытамыз. Келесі жиектерін таңдаймыз. Ол үшін макет бөліміне барамыз. Поле обычный қоямыз. Келесі екінші жобамыздың тақырыбын жаздық. Бұл туралы ақпаратты ғаламтор бетінен іздейтін боламыз. Яғни керекті ақпаратты сайт бетінен көшіріп алып, оны біздер өзіміздің жобамызға орналастырамыз. Келесі жобамызға сурет қоятын боламыз. Ол үшін вставка, рисунки, рабочий стол. Суретімізді таңдап, қою батырмасын басамыз. Соңғысы бізде мәтіннің шыққан күні, нөмірі, мекен-жайын, редактордың аты жөнін жазатын боламыз. Бізде нақты редактордың аты жөні жоқ, сондықтан да сайттың атын, оның адрестерін көшіріп, өзіміздің жобамызға салатын боламыз. Ол үшін біздер вставка бөліміне барып, нижний колонтитул, яғни осы жерге өзіміздің алынған мәліметтің мекен-жайын қоятын боламыз. Соңғы тапсырмамыз осы дайын болған жобамызды қағаз бетінен шығарамыз. Ол үшін файл, печать, өзіміздің принтерімізді таңдап аламыз да, печать батырмасын басамыз. Үйге тапсырма. Microsoft Word программасына құжат құрып, оған келесі параметрлерді орнатамыз. Яғни суретте берілген параметрлерді орнатып, құжатты баспадан шығарамыз.